Елордадағы 5 қабатты үй тұрғындары 4 жылдан бері үйдің төбесінен толассыз су тамшылайтынын айтып арнамызға шағымын айта келді. Жалпы Астанада пәтер иелері кооперативтерінің жұмысына тұрғындар наразы. Жыл басталғалы олардың үстінен 9 мыңнан аса шағым түскен. Тұрғындардың арасында жиі кездесетін мәселе қалай шешілмек? Тілшіміз Диана Сапарқызы біліп қайтты. Мына 5 қабатты тұрғын үй 1980 жылы салынған екен. Қар ерісе, жаңбыр жауса төбесінен толасы су аға бастайды. Тіпті электр торабына ертеңгі күні су тиіп кетсе, үй түгелімен өртеніп кету қаупі бар дейді тұрғындар. Тұрып атқанымызға бәленбай жыл болды, бірақ 4 жылдан бері осындай су ағып, ешқандай не КСК, не акимат, ешқандай жақтан көмек жоқ. Біз жазатын жердің бәрін жаздық. Қыс болса қарымыз еріп ағады, жаз болса, жауын болса, үнемі осындай міне су болып тұрады. Және де мына екінші этажға дейін су барып жатыр. Екінші вентиляция жоқ. Төбеден су аққаны былай тұрсын, тұрғындар подъездегі жөндеу жұмыстары мен тазалықтың сақталмайтынына наразы. Ай сайын 2300 теңгені пәтер иелері кооперативіне төлеп отырсақ та, талай жылдан бері санитарлық жұмыстар тиісті дәрежеде атқарылмай келе жатыр дейді. Төбесіне шықсақ, оның төбесіндегі 2 қабат слой жаңағы қара қағаздары жан-жақта шашылып жатыр. Төбесінің бәрі толған мусор. Кептерлер өліп жатыр, мысықтар өліп жатыр. КСК осының бәрін жөндеп берсе? Тұрғындардың мәселесімен қызмет көрсетіп отырған пәтер иелері кооперативіне ат басын бұрған едік. Алайда ол жерден кооперативтің басшысын таппадық. Сарапшы мамандардың айтуынша, пәтер иелері кооперативінің жұмысы бойынша әкімдікке немесе прокуратураға шағым түсіру бос әрекет. Себебі туындаған мәселе тек тұрғындардың өзіне керек дүние. Тұрғын үй заңдылығы бойынша қандай да бір орган оған жауапты емес деп отыр. Зачастую люди стремятся там. Бізде әкімшілік кодексте 2 бап қана бар. Айыппұлдағы қайта заң бұзған үшін салуға болады. Тұрғындар әкімдік арқылы пәтер иелері кооперативін лифтіні жасап бер деп мәжбүрлей алмайды. Оны өздері жасау қажет. Ревизиялық комиссия арқылы болмаса, сот арқылы жетекшілерді ауыстыра алады. Мәселе тұрғындардың өзіне қатысты. Заңда солай жазылған. Астана қалалық прокуратурасының мәліметінше, елордада 2401 көпқабатты тұрғын үй бар. Оларға 419 пәтер иелері кооперативі қызмет көрсетеді. Жыл басынан бері тұрғындар тарапынан кооператив иелерінің үстінен 9 мыңнан аса шағым түскен. Оның 50% жиналған қаржының қайда жұмсалғанын білу үшін, яғни қаржылық ашықтықты талап етушілерден түскен. 30% үйлердегі техникалық жағдайдың сын көтермейтініне наразы. Қалған 20% пәтер иелері кооперативі қызметкерлерінің әрекетсіздігіне шағымданған. Келіп түскен шағымдарды тікелей тұрғын үй инспекциясына бағыттап отырамыз. Олар қарап, заңсыздықтар тауып жатса, шара қолданады. Біз тұрғын үй заңнамасына сай пәтер иелері кооперативтерінде заңсыздықтар болған жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тарту жайлы ұсыныстар жібереміз. Қазір осындай бір қатар ұсыныстар қаралып жатыр. Заңгерлердің айтуынша, пәтер иелері кооперативі шаруашылық қызмет және қаржылық есеп бойынша тұрғындарды үнемі хабардар етіп отыруы тиіс. Егер кооперативтің жұмысында заң бұзушылықтар анықталып жатса, мәселенің шешімін сотқа жүгіну арқылы ғана табуға болады. Диана Сапарқызы, Еркебұлан Кенжеғұлов, Астана телеарнасы.